жетісіп телефон шығып отырсың, а? Жұмыстан шаршап келдік, демалып отырмыз, не болыпты? Шаршап келген адамның түрі емес қой мынау? Қандай адам түрі? Курортқа барып келген адам түрі ма? Не болды? Неменеге келіп маған тиісіп жатсың? Неменеге тиісіп жатсың? Сен үйде не ішіп отыр, не жеп отыр деп уайымдамайсың, я? Уайымың жоқ қой сенің. Білесің ба, үйде ештеңе жоқ, азық-түлік таусылды. Нөл. Кеше әкеп бергеніміз қайда? Не әкелдің? Өткенде әкеп бермей қойдым. Дымда болған жоқ ол. Болмаса алып келсең, не дейсің? Магазиннен барып алсайын. Ақшам жоқ алатын. Ақшам болмаса қарыз қыл. Қайтып төлейсің? Айлықтан төлейміз, береміз. Еркек басыңмен күзетші болып табатының 50 мың теңге, соны әңгіме қылып отырсың ба? Соны жеп отырсыңдар ғой бәрің. Соны ақшамнан, айлығымнан. Білесің ба? 50 мың теңге әкелесің да, өзің 150 мыңның тамағын жейсің ғой? Кім? Сен. Мен емес, сен көп тамақ жейсің бұл үйде. Сен жейсің тамақты. Сен көп жейсің тамақты. Сен. Қарасай денеңе. Менің денемді қара, сенің денеңді қара. Айналайын. Бұның бәрі ісік. Менің бүйрегім ауырады, білесің ба? Алла шипа берсін саған. Қарасай, мойындамайды ғой ше. 150 мыңның тамағын жеп алып отырсың, қарасай. Салыстырып көреміз ба? Немен салыстырмақшысың ал? Салыстырып көреміз ба? Салыстырамыз ал. Салыстырамыз, қазір көресің. Қазір отыру үшін, қазір көреміз. Қазір көреміз, міне. Қара, таразға қарап отыр. Міне. 94. Екі қап ұн шықпайды екем. Көрдің ба? Енді сен шық. Көрейік. Көр. Не болыпты ал? Көрдің ба? Міне 130 кило. Менен салмағың ауыр. Тамақты сен көп жебатсың. Сен көп жейсің тамақты. Сен көп жебатсың. Салмағың ауыр ғой өйткені. Айналайын. 130 кило деп қоймайсың ғой? Сен білесің ба? Сендей ит мінезді еркекке шыдап жүрген, әулетіңді күліп қарсы алатын, күліп шығарып салатын. Жүрегі алтын, жүйкесі темір, бүйрегінде тасы бар. Мендей әйел әрине салмағы ауыр болады. Әйелдің ішкен жегенін есептейтін еркекті сенен көрдім. Оң бағам десе. Сонда да көп жейсің ғой сен.